Бадырақ, кедей қойшы жалшылықта жүрген жігіт. Оның өмірі ауыр еңбекпен байлардың езгісімен өтеді. Ол жастайынан жетім қалып, түрлі байлардың қолында жалшылық етеді. Оның нағыз аты Қоянбай. Бірақ ауыл адамдары оны Бадырақ деп атап кеткен. Сағындық, дәулетті бай, 3 әйелі бар. Бадырақ оның жалшысы болып барлық ауыр жұмысты атқарады. Сағындықтың жас тоқалы Жеңсік пен Бадырақтың арасында жақындық байқалып қалады. Бұл жағдайды бәйбіше аңдып, ақыры әшкерелеп екеуін ауыр жазаға тартады. Жеңсік байдың намысын таптаған үшін азапталады. Мойнына құрам киіз ілініп, көш кезінде масқара етіледі. Бадырақ та ұрып соғылады, қорланады. Кеңес үкіметі орнаған кезде Бадырақ сияқты кедейлер үшін жаңа үміт пайда болғандай көрінеді. Бірақ революциядан кейінгі дүрбелең қанау, әділетсіздік оны тағы да қиын жағдайға әкеледі. Большевиктер халыққа теңдік уәде еткенімен, олардың ішінде де бұзақылар, қатыгез адамдар көп болып шығады. Бадырақ пен басқа да кедейлер әділдікке жету жолында көптеген қиындықтарға тап болады. Олар әділетсіздікке қарсы күресуге тырысады, бірақ өз заманында қаншалықты еркін бола алатыны белгісіз. Оның өмірі кедейлердің азапты тағдырының көрінісі. Шығарма соңында Бадырақ кеңес үкіметінің орнауымен бірге кедейлер ұйымына қосылып жаңа өмірге қадам басады. Өмір бойы жалшылық пен азап көрген ол енді әділдік үшін күреске араласады. Жиналыстағы кедейлер оның өмір жолына қарап ұйымды Бадырақ деп атайды. Бұл оның бейнетті өмірінің жаңа кезеңге өткенін білдіреді. Сонымен қатар ол өзінің сүйгені Жеңсікті заңды түрде әйел етіп алады. Бұл жағдай байлар мен дәстүрлі билік өкілдеріне соққы болып тиеді. Өйткені бұрын құл саналған адам байдың әйелін өз еркімен жетелеп кетуі қазақ қоғамындағы әлеуметтік өзгерістердің символына айналды. Ілияс Жансүгіров осы арқылы қазақ қоғамының қиын кездерін бейнелейді.